бірінші курсты бітіре салып, мен Жас Қазақ деген газетке бір өндірістік тәжірибеден өтуге бардым. Сол заманның бір керемет газеті болатын. Жығылсаң нардан жығыл дегендей, мен үлкен адамдардан, үлкен азаматтардан үйрену керек деген мақсатпен сол газетке бардым. Сол газеттен тапқан профессиональный навыгымнан бөлек маған осы бір әдеби кітаптарға деген махаббатымды, жалпы кітап оқуға деген көзқарасымды бір профессионал деңгейге көтерген бір адам болды. Ол мен ұстазым деп айтамын, одан және ұялмаймын да. Ол кісі ұялып жүреді, ол өйтіп айтпашы деп, Есей Жеңісұлы деген ағам бар. Сол Есей ағам маған не кітап оқып жүрсің, қандай кітап оқып жүрсің деп менен сұрады. Мен өзімше жаңа Исраил Сапарбайдың поэзиясын оқып жүрмін, немесе Мұхтар Шахановты оқып жүрмін, Шыңғыс Айтматов екеуінің бір диалогын, жаңағы Құз басындағы аңшының зарын оқып жүрмін деп айтып едім. Бұлар өте жақсы, бірақ бұдан да терең еңбектерді оқитын кезеңің деп маған жаңағы Мұхтар Мағауиннен бастап, Әбіш Кекілбаевтан бастап, классиктерден бастап, әлем әдебиетіндегі классикаларға дейін кәдімгідей жіліктеп полкаға қойып, дозалап оқудың бір тәртібін үйретті. Яғни біз баламызға бір кітапты оқуды айтатын болсақ, үйрететін болсақ, оның деңгейіне қарай, ойлау көкжиегіне қарай сатылап ұсынғанымыз да абзал болады екен да. Біз кейде баламызға бір нәрсені оқы деп береміз, бірақ ол оған оқуға дайын болмауы мүмкін, немесе оны бір 5 жылдан кейін оқыса, одан гөрі пайдалырақ болуы мүмкін. Сондықтан осы Есей ағам маған кітап оқудың бір жаңа көкжиегін ашқан адам деп ойлаймын.